Қазақстанда миллиондаған оқушы күн сайын қолданатын бір платформа бар, бірақ оның ішінде не болып жатқанын көпшілік білмейді. Оңдаған видео, оңдаған мың тест, виртуалды зертханалар және жасанды интеллект элементтері. Білімлен қалай Қазақстаннан ең үлкен білім платформасына айналды. Бүгін біз Білімлендтің бүкіл тарихын, бизнес моделін және болашағын толық талдайтын боламыз. Олай болса, кеттік. Білімленд деген не? Қашан құрылды? Неге құрылды? Және кім құрды? Қандай мәселені шешті? Соның бәрін қазір талдап кететін боламыз. Қазақстандағы білім мәселесі ол 2013 жылдары көптеген мектептерде интерактивті контент аз болды, цифрлық ресурстар жетіспеді, видео сабақтар жоқтың қасы болды. Осы мәселені шешу үшін Білімленд дүниеге келді. Платформа қалай жұмыс істеді? Сіз бір тақырыпты ашасыз, видеоны көресіз, анимацияларды қарайсыз, практика және тест жасайсыз, және соны нәтиже және аналитиканы шығады. Осылай бүкіл оқу процесіңіз цифрланған болатын. Көпшілік ойлайды, біреу бір видеоны түсіріп қоя салған шығар. Шындық басқаша. Бір сабақта сценарист, мұғалім, редактор, диктор, аниматор және программист қатысады. Неге интерактивті адам миы оқиды, көреді, әрекет етеді, есте сақтайды. Сол себепті Білімленд көптеген тапсырманы ойын форматына айналдырған. Көрерменде маған да керек деген көзқарас қалыптастыру үшін Білімленд қандай мүмкіндіктер берді? Егер сен оқушы болсаң, ұбт-ға дайындалсаң, әлсіз тақырыптарды табасың, қателерді көресің, кез келген уақытта оқисың. Егер мұғалім болсаң, сабақ жоспары дайын, автоматты тест, бағалау жеңіл, статистика да дайын. Егер ата-ана болсаңыз, балаңыз үлгерімін бақылай аласыз, үй тапсырмасын көресіз, бағаларын қарайсыз. Ең қызығы виртуалды лаборатория. Нақты мектепте жасау қиын тәжірибелерді компьютер ішінде жасауға болады. Мысалы, химиялық реакциялар бар, физикалық тәжірибелер, адам ағзасын зерттеу, күн жүйесін қарау деген сияқты түрлі зертханаларда көре аласыз. Пандемия кезіндегі рөлі өте жоғары болды. 2020 жылы әлем тоқтады, бірақ оқу тоқтамады. Себебі осындай платформа білімді жалғастырудың үлкен мүмкіндігі еді. Осы жерде Білімлендтің маңызы бұрынғыдан да арта түсті. Бірақ бәрі мінсіз емес. Кез келген платформаның кемшілігі болады. Білімлендтің да кемшілігі бар. Мысалға, интернет қажет болады, кей контент арқылы сіз ақша төлеу керек боласыз. Барлық сабақ бірдей деңгейде емес. Бұл видеода тек артықшылықтарын емес, әлсіз тұстарын да айтып жатырмыз. Осылайша көрермен сенім артады. Сондықтан Білімленд жай ғана сайт емес, бұл Қазақстанның цифрлық білім беру революциясының маңызды бөлігі екенін түсінуіміз керек. Бірнеше жыл ішінде ол миллиондаған оқушының оқу тәсілін өзгертті. Ал болашақта жасанды интеллект, дербестендірілген оқыту және цифрлық экожүйелерді дамуы Білімленд сияқты платформаның рөлін одан әрі күшейтуі мүмкін. Егер бұл видео сізге пайдалы болатын болса, лайк басыңыз, пікірге Білімленд туралы өз ойыңызды қалдырып кетіңіз. Осындай Қазақстандағы технологиялар жобаларды талдайтын видеоларды жіберіп алмау үшін арнаға міндетті түрде жазылып қойыңыз. Келесі видеода Қазақстанға тағы бір цифрлық жоба немесе стартаптың қалай жұмыс істейтінін көрсететін боламын.